Сәлеметсіңдер ме, менің ізденімпаз балапандарым. Бүгін өтетін сабағымыз 4-ші сыныптың 91-ші сабағы. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар, балалар. Бүгін біз бір бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалысын өтетін боламыз. Бірінші есеп. Ғалымдар Арал теңізі туралы мәлімет жинады. Теңіз ауданының кемі туралы мәліметке қарап есеп құрастыр дейді. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ағынсыз тұзды көл. Арал теңізі қазір қандай жағдайда екенін анықта. Неге мұны нағыз экологиялық апат дейміз? Кестеде қай жылда теңіз бетінің ауданы қанша километрге кішірейгенін көрсетілген. Яғни бізде 1960 жылы 68.900 километр жерді алып отырса, 2015 жылы 8.303 километрге кеміген екен. Бұл дегеніміз шамамен 10 есеге кеміген. Кестеге қарап біз қанша километрге кемігені жайлы есеп шығарсақ болады. Яғни ол үшін 68.900 километр квадраттан, яғни алғашқы ауданынан қазіргі ауданын алып тастаймыз. Яғни 68.900 алынған 8.303. Сонда 60.597 километр квадрат жері қысқарып жоқ болып кеткен екен. Жауабы 60.597 километр квадрат. Екінші есеп есепті шығар. Ары қашықтығы 54 километр болатын екі айлақтан бір уақытта және бір бағытта қайық пен катер жолға шықты. Катердің жылдамдығы 25 километр сағат, ал қайықтың жылдамдығы 7 километр сағат. Біраз уақыттан кейін катер қайықты қуып жетті. Катер жүріп өткен ары қашықтықты тап. Бізде жол берілген, бірінші, екінші жылдамдық берілген. Бізге бірінші автокөліктің, яғни катердің жолын табу керек. Алғашқы, яғни жылдамдықтарының айырмашылығын табу үшін V1-ден V2-ні алып тастаймыз. Яғни 25-тен аламыз 7-ні, 18 километр сағат. Яғни катер қайыққа қарағанда 18 километр сағатына артығырақ жүреді екен. Енді уақытын табу үшін жолды жылдамдыққа бөлеміз. 54 бөлінген 18, яғни 3 сағатта қуып жетеді екен. Ал катер жүріп өткен ара қашықтықты табатын болсақ, катердің жылдамдығы 25 километр сағатқа тең. Дәл осы 3 сағатты катердің жылдамдығына көбейткен жағдайда 75 километр жалпы жүрген екен. Үшінші есеп есептерді шығар. А кентінен Б кентіне дейінгі ара қашықтық 120 километр. А кентінен 15 километр сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Кестені дәптеріңе сызып оны толтыр. Мұндағы S1 велосипедші жүріп өткен ара қашықтық, ал S2 оны В кентіне дейін әлі жүруі тиіс ара қашықтық дейді. Бұл жерде біріншіден біз S1-ді тауып алуымыз керек. 15, яғни көбейтілген 1 сағат, яғни әр 1 сағат сайын S1 15 километр қосып отырады екен, яғни велосипедшінің жүріп өткен ара қашықтығы әр сағат сайын 15 километр. Ал S2, яғни Б кентіне дейін қалған жолы, Демек, енді бұл жерде бізде мына түрде іске асады. Егер де велосипедші сағатына 1 сағатта 15 километр жүрсе, сәйкесінше оның жолы 15 километрге қосылып отырады әр сағат сайын, ал Б пунктіне жету ара қашықтығы 15-ке қысқарып отырады. Осылайша 15-ке 15-ті қосу арқылы 15-ті 2-ге, 3-ге, 4-ге көбейту арқылы 8 сағатқа дейін біз 120 километр жол жүреді екен. Ал 105 километр қалған жағдайда осы 8 сағатқа дейін 15 километрді азайту арқылы соңғы нүктесі 0 километрмен бітеді. Яғни қысқада нұсқа S-тен S1-ді алып отырамыз. Сонда 105 километр болады. Екіншісінің Б есебі. А кентінен 15 километр сағат жылдамдықпен велосипед шықты, ал Б кентінен оған қарама-қарсы бағытта 20 километр сағат жылдамдықпен екінші велосипедші жүрді. Егер екеуі 3 сағаттан кейін кездесетін болса, екі кенттің арасы қанша километр? Демек, бұл жерде біз сағат сайын, яғни екі велосипедшінің жылдамдығын қосу арқылы олардың неше километр жүргенін анықтай аламыз.
Ол үшін яғни 15 қосылған 20, екі велосипедшінің жалпы жылдамдығы 35 км сағат. Яғни осыны 3 сағатқа көбейткенде бізде 105 км шығады. Ал егер бөлек-бөлек есептеймін десеңдер де болады. 15-ті 3-ке қосылған 20-ны 3-ке көбейткенде 60 қосылған 45, 105 км-ге тең болады екен екі кенттің арасы. Б нұсқасы: А кентінен таңертеңгі сағат 10-да 12 км сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Сағат 12:00-де осы бағытта екінші велосипедшіні жолға шықты. Оның жылдамдығы біріншісінен 3 км сағат артық, ал екінші кенттің арақашықтығы 60 км болса, В ауылына велосипедшінің қайсысы бірінші келеді дейді. Сәйкесінше бізде бірінші велосипедші ерте шығып, оның жылдамдығы да көп болып тұр. 12 км сағат, ал екінші велосипедші кеш шыққанымен оның жылдамдығы алдыңғысына қарағанда 3 км сағатқа артық. Бұл дегеніміз, яғни В1 жылдамдыққа 3 км сағатты қосатын болсақ, екіншісінің жылдамдығы 15 км сағатқа тең болады екен. Осыны ескере отырып, 60 км жерде бірінші велосипедші 5 сағатта жетеді, ал екінші велосипедші 4 сағатта жетеді екен. Шыққан уақыттарын ескере отырып, бірінші велосипедші 15:00-де жетсе, екінші велосипедші 16:00-де жетеді. Яғни бірінші велосипедші бірінші келіп тұрады екен. Келесі есепті теңдеу құрып шығар. Арақашықтығы 930 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі автокөлік шығып, 6 сағаттан кейін кездесті. Автокөліктердің біреуі 85 км сағат жылдамдықпен жүрген болса, екіншісінің жылдамдығы қандай? X екінші автокөліктің жылдамдығы болсын дейді. Бұл жерде біз теңдеу құрамыз. Біріншіден, яғни жалпы жылдамдық тең болады, яғни V1 мен V2-ның қосындысына ол тең болады 85 қосылған X-ға. Енді осыны теңдеу етіп алған жағдайда бізде формуланы бірінші түрлендіріп аламыз. S-тен V жалпы көбейтілген T дегеніміз, бұл жерде 85 қосылған X көбейтіндісі 6-ға тең болады, жолымыз. Енді осы формуладан бізде жақша ішінде 85 қосылған X көбейтілген 6 тең 930 деген теңдеу аламыз. Яғни осы теңдеуді шеше келе X-ті тең болады 155, яғни 930-ды 6-ға бөлгендегі мәнін одан алып тастаймыз. 85-ті екінші бетке өткіземіз, сонда X 70 км сағатқа тең болады екен. Яғни екінші автокөліктің жылдамдығы 70 км сағатына тең. Енді орнына қойып жазғанда 85 қосылған 70 көбейтілген 6, сонда 930-ға тең болады екен. Бесінші есептерді шығар. Екі салт атты бір ауылдан бір уақытта бір бағытқа қарай жолға шықты. Біріншісі салт аттының жылдамдығы 10 км сағатына, ал екіншісінің жылдамдығы 8 км сағатына. Неше сағаттан кейін екеуінің арақашықтығы 6 км болды дейді. Бұл жерде яғни сәйкесінше екі түрлі жолмен шығаруға болады. Біріншіден, яғни 10-нан 8-ді алып тастаймыз әр сағат сайын, яғни екінші салтатты 2 км-ге қалып отырады екен. Осы 2 км-ді 6 км-ге бөлгенде 3 сағатта екеуінің арақашықтығы 6 км-ге тең болады екен. Ә нұсқасы: арақашықтығы 30 км болатын екі ауылдан бір уақытта екі салт атты шығып, көлге қарай жүрді. Ауылдан шыққан салт аттының жылдамдығы 12 км сағат, ал жақын ауылдан шыққан салт аттыныкі 6 км сағат. Неше сағаттан кейін екеуінің біріншісін біреуі екіншісін қуып жетеді дейді. Бұл жерде жылдамдықтарының айырмасы, яғни 12 км сағаттан 6 км сағатты алғанда, жалпы әр сағат сайын 6 км сағатқа екінші салтатты жақындап отырады екен. Осыны ескере отырып, уақыт, яғни жалпы жолды бөлеміз 6-ға. Сонда бізде 5 сағатта екінші салтатты біріншісін қуып жетеді екен. 6-шы есеп: қозғалыс графигіне қара, сұрақтарға жауап бер. Мотоциклдің автокөліктің бастапқы қозғалысы туралы не айтуға болады? Жолға шығар алдында олар бір-бірінен қандай арақашықтықта болды? Қанша уақыттан кейін кездесті? Кездескенге дейінгі олардың жылдамдығы нешеге тең? Графикта неліктен жоғары көтерілмейтін және төменге түспейтін жерлер бар? Қалай ойлайсың? Бұл нені білдіреді? Көліктердің тоқтағаннан кейінгі жылдамдығы қандай дейді? Бұл графиктен біз
екі кенттен, яғни А және Б пунктінен бір-біріне қарай жүрген екі автокөлікті көрсек болады. Яғни біреуі мотоцикл, біреуі автокөлік. Екеуінің де қозғалысты бастаған уақыттары сағат 11:00-де бастаған. Жолға шығар алдындағы ара қашықтығы 90 км тең болған. Олар бір сағаттан кейін кездескен, яғни нүкте бізде 12:00-ге тура келіп тұр, сондықтан бір сағаттан кейін кездесті. Мотоциклдің жылдамдығы 30 км сағатына, ал автокөліктікі 60 км сағатына болған. Қозғалыс аялдамасы тоқтап тұрған кезді көрсетеді, ал мотоциклдің жылдамдығы 60 км сағат, ал автокөліктің жылдамдығы 30 км сағатқа ауысқан екен. Ал жылдамдықтарын анықтау үшін біз яғни 11 мен 12-ге дейінгі жүрген уақыт аралығында қанша километр жүрген жолына байланысты табамыз, қанша километр сағатпен жүрген. Жетінші есеп: әр заттың биіктігін тап. Бізде біріншісінде жалпы көлемі 40 см куб деген, яғни ұзындығы 5 см, ал ені 4 см. Жалпы көлемнің формуласы А, Б, С, яғни енін, ұзындығын, биіктігін бір-біріне көбейткенде. Енді бұл жерде бізде С, яғни ұзындығы жоқ болып тұрған үшін формуланы түрлендіреміз. Яғни S тең болады В бөлінген А көбейтілген Б, яғни 40 бөлінген 5 көбейтілген 4. Сонда ұзындығы 2 см шығады. Ал екінші есепте бізде дәл сондай есептер, яғни үшеуі де бірдей есептері, үшеуінің де биіктігін табу керек. Үшеуінде де көлемі берілген, ені және де ұзындығы берілген. Дәл осындай жолмен шығады бұл жерде де. Яғни 12-ні бөлеміз 4 көбейтілген 3-ге, сонда екіншісінде 1 см, ал үшінші үлкен, яғни қораптың ұзындығы, яғни биіктігі 10 см болады екен. 8-ші есеп: ойлан және жауап бер. Арман, Болат, Нұрлан, Айна және Әлия сыныптан үздік шаңғышылары. Жарысқа қатысу үшін олардың ішінен бір ұл мен бір қызды таңдап алу керек. Қанша тәсілмен таңдауға болады? Яғни кездейсоқ аттарын, яғни бір ұл бір қыздан алып тізім шығаратын болсақ, бізде Арман, Айна, Арман, Әлия, Болат, Айна, Болат, Әлия, Нұрлан, Айна, Нұрлан, Әлия деген 6 түрлі тәсіл таңдауға болады екен. 9-ші есеп: сызба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бізде бір нүктеден, яғни бір бағытқа қозғалған екі үйрек, болмаса қаз деп алсақ болады, берілген. Біріншісінің жылдамы 5 метр минутына, екіншісі 10 метр минутына жүрген. Яғни бұл жерде біз, яғни екінші қаздың бірінші қаздан озып кету болмаса қалып қою жолын табуымыз керек деп алайық істен. Сондықтан бірінші екеуінің жылдамдықтарын айырмасын тауып аламыз. Яғни бірінші қазы екіншіге қарағанда 5 метрге минут сайын қалып отырады екен. Соны ескере отырып 3 минут ішінде бірінші қазы 15 метрге қалып қояды екен. Сәйкесінше формула S тең болады жылдамдығының айырмашылығы және де қосылған көбейтілген т-ға тең болады екен уақытқа. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сабақ ұнаса комментарий, лайк аямаңдар балалар. Сабақта үздік 5 алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар балалар. Назарларыңа рахмет.